Фильм тар жер асты туннелінде қорқып кеткен қыздан басталады. Ол жер бетіне өтеді. Біреу оны тоқтатпақшы болады, бірақ қыз аяғымен қарсы теуіп шығады. Ол жер астынан қазып үлгерді, бірақ бетперде киген және пикас киген біреу қазірдің өзінде күтіп тұр. Қыз өлімнен шаршағанын айтып, мейірім сұрайды, бірақ маньяк оның жоқтауын бір соққымен үзеді. Оқиға көліктегі достар тобына ауысады. Олар бір жыл бұрын жоғалып кеткен Кловердің әпкесі Мелонидің ізімен келеді. Анасы қайтыс болғаннан кейін ол сапарға шығып, аялдамаларынан анда-санда бейне жазбалар жіберіп, содан кейін байланысын тоқтатты. Оның жоғалып кетуіне келісу үшін Кловер және оның достары бір жолмен жолға шықты. Олар жоғалған әйелдің соңғы белгілі жері болған Хартлиге жақын ауылдағы жанармай құю станциясына келеді. Ол туннелден қашып кеткеннен кейін маньяктың қолынан қаза тапты. Өзінің психикалық қабілеті бар деп есептейтін Меган бұл жердің энергиясын сезіну үшін қол ұстасуды ұсынады. Қалғандары экстрасенсорлық қабылдауға сенбейді. Әркімінің босану кестесіне сәйкес қарызы бар, бірақ олар рәсімді орындайды. Дүкенде Кловер Хилл есімді сатушыдан оның әпкесін көрген-көрмеген сұрайды. Ер адамның айтуынша, бұл жерлерде Глорф аңғары деген ат пен адамдар жиі бірге жоғалып кетеді екен. Әрі қарай жол моральдық қолдау отряды мекен-жайға аттанады. Бірақ жолда жаңбыр жауып жатқан ұлы Мачиловаға түсіп қалады. Кловердің найза ғайдан және нашар көрінуден қорқатынын ескерген маймылдың жүргізушісі көлік жаңбырдан құрғақ жерге шыққанда ғана қуанды. Дегенмен көгалда көне бейіті бар пасторлық қонақ үйі және ауа райы бұл жерді айналып өткендіктен үлкен күмбездің астында тұрғандай аймақ күдікті болып көрінеді. Жаңбырда айналма жол іздегенше осында қалған дұрыс деп шешкен жастар үйге кіреді. Су қабырғасында сиқырланған Кловер ғана ауа райының қолайсыз шетіне жақындайды. Онда ол судың тұманында сұлбасы көрінетін әпкесі шақырып қалғандай сезінеді. Артынан Кловердің бұрынғы жігіті Макс келеді. Үй ішінде уақыт 20 жылдан астам уақыт қатып қалғандай болды. Күндізбедегі күн соңғы 1000 жылдықта қалды. Нина қызық құм сағаты мен қонақтар кітабын байқап көңіл көтеру үшін атын жазады. Оның Хахали не болып жатқанын смартфонына түсіріп, полиция із-түзсіз жоғалған адамдарды іздейтін стендке ұқсайтын хабарландыру тақтасын тапты. Полицейлердің кеткеніне көп уақыт болғандықтан із-түзсіз жоғалғандарды да ешкім іздеп жатқан жоқ. Бірақ олардың арасында Мелонидің суреті бар. Осы кезде күн батады. Макс Кловерді адасып қалған жаңбырдан алып шығады. Нина кітапты парақтап отырып, 13 рет қайталанған қолтаңбалардың арасынан Мелонидің есімін тапты. Әрбір келесі жазба барған сайын түсініксіз болады. Сонымен қатар қонақ үй Гловерлікке кіреберісте орналасқан. Енді оларда Мелонының бұл жерде жоғалып кетпегеніне дәлел бар. Нина құм сағаттың төңкеріліп тұрғанын және ауырлық күшінің астында кері санаған байқайды. Маймыл классикалық сұрақ қояды. Менің көлігім қайда? Біреу көлікті жаңбырға айдады. Белгісіз біреудің көлік айдап келе жатқанын және оның ниеті онша дос емес екенін түсінген жастар үйде қалады. Ұялы телефон сигналы ең жақын дәстүрлерде жұмыс істемейтіндіктен стационарлық телефон іздеу үшін топ бөлінеді. Кловер, Меган және Макс жертөлеге түседі. Ол сәл ұқыпты көрінеді. Тіпті терезелер мен есіктер бар. Олар сынған телефон мен радионы тауып алады. Маймыл жоқта Нина күдікті дыбысты естиді. Ол тексеруге барады және бөлмеден жігітті қабырғаға бекітіп тұрған бетперде киген маньякты тапты. Оның айғайынан басқалары жертөледен көтеріліп, өлтірушінің оны өлтіруші ретінде танытқан нәрсені жасаған байқайды. Нина өлтірді. Макс бұл ойынның фильмге бейімделуі болғандықтан маскүнем олармен ойын ойнағысы келеді және жасырынбақ ойынын ұсынады. Қалғандары жан-жақтан жасырынып, маньяк үй жайды тексеріп жатыр. Ол өтіп бара жатып, Макс оның басынан орындықпен алдын ала соққы беруді шешті. Бірақ ол Клим Ворошилов
танкінің мұнарасынан күшті болып шықты. Орындықтың бір бөлігін алып алған маньяк оны Макстың басына қағады. Бөлмеге кірген кезде Кловер пышақты абайлап алады. Кісі өлтіруші Меганды шкафтан тауып алып, оның жолы болмағаны туралы ақпаратты оның басына әдіспен енгізуге тырысады. Досының беті қанды былғарға айналғанда, мемдегі мысық сияқты Кловер уақыттың келгенін түсініп, өлтірушіні арқасынан пышақтайды. Сосын үйден қашып кетеді. Орманда Кловер әпкесінің артқы жағына соққан соққысы оның өмірінің тоқтатпас бұрын оның бейнесін көреді. Құм сағаты төңкеріліп, уақыт циклын жабады. Жастар болған оқиғаны еске алып, бастапқы орындарына оралады. Дегенмен қазір бір нәрсе өзгерді. Олардың суреттері жоғалғандар тақтасында аяқталды. Сонымен қатар жарық жыбылықтай бастайды және алдыңғы есік өздігінен қаға бастайды. Біз оны қолдауымыз керек. Паранормальды сезімтал Меган жағдайдың нашарлағанын айтады. Кенет ол құрыса бастайды. Оның қатты айғайлағаны сонша шамдар жарылып кетті. Достар шамдарын жағып, Меган тақтасы бар бөлмеде еденнің үстінде қалықтап тұрған көреді. Аруақтарға ие болған қыз хабарсыз кеткендердің атынан қорқынышты сөздер айтады. Сеанс оны кіргізбеу туралы кеңеспен аяқталады. Содан кейін мойыны сынған қыз өлі құлап қалады. Достар сырттан Мелонидің айғайын естиді. Ол оны кіргізуді өтінеді. Соңғы кеңеске мән бермей, Макс есікті ашады. Беде таусылды, бірақ есіктің артында ешкім жоқ. Бірақ та пейзаж өзгерді. Қонақ үйге қарама-қарсы ведьма деген жазуы бар ескі үйі бар. Көзге көрінбейтін күш Кловерді өзіне қарай лақтырып, қалғандарын қонақ үйде ұстайды. Көзге көрінбейтін қол қызды бақсының үйіне сүйреп апарады. Қонақ үйде Макс соңынан ергісі келеді. Бірақ Ап пен Нина көмекке барған дұрыс деп оны көндіреді. Жанжалдасып, достар ажырасып кетеді. Келе-келе Кловер қорқынышты бюстерге толы үйге қарайды. Ол теледидарды байқайды. Оны оттегі маскасын киген кемпір көріп отыр. Шықпақ болған соң таң атқанша өмір сүріп, қақпаннан шығудың жалғыз жолы екенін айтып, орнынан тұрып, жанына барады. Әйтпесе ол осының бәріне айналады. Қызды ұстап алған сиқыршы оны маска арқылы қарғыспен жұқтырады. Бір уақытта шаңға айналады. Осы кезде Макс үйге кіреді. Ал Маймыл мен Нина көлікке жүгіреді. Олар жаңбырға шығып, найзағай жарығында үлкен құбыжықтың жолды қалай жауып тастағанын көреді. Маймылдар артқа шегінеді. Бірақ маска киген ескі таныс маньяк қазірдің өзінде күтіп тұр. Ол қашқындарды абайлап өлтіреді. Макс Кловерді іздеп бақсының үйін аралайды. Екінші қабатта ол ойыншықтарға толы бөлмені табады. Үстінде сайқымазақ бар, тербелетін орындық бар. Ойыншықты теуіп жібергенімде бүйірден бетперде киген бейде пайда болып, бұрынғы сүйіктісін өлтірді. Көшеге шықса, қызды маньяк басқарған көлік қағып кетеді. Уақыт циклы жабылады. Үшінші орында басталады. Ақпаратты талдағаннан кейін достар ванна бөлмесінде түнді күту үшін кіреберістерді тосқауылдайды. Маймыл шүмектегі сумен шөлін қандырады. Стақанды басқаларға береді. Меган шашының түсіп жатқанын байқады. Ал Макс саусақтарының пішін өзгеріп жатқанын көреді. Олар бірте-бірте осы жердің бір бөлігіне айналады. Талқылауды Маймыл үзеді. Ол кенет жарылып, жөтеліп, барлық жерге киім шашады. Жігіттің кесектері Нинаның аузына түсіп, шампан жасыра алмайтын жиіркенішті дәм тудырады. Біз краннан су ішуіміз керек дейді. Дегенмен ол адамдарды жарып жібереді. Нина да осы аумаққа таралған. Аман қалғандар жуынатын бөлмеден жүгіріп шықты. Дәлізде Меган да жарылады, бірақ бірден емес. Алдымен аяқ, содан кейін асқазан, содан кейін бас. Кловер Макстан өзін және өзін өлтіруді сұрайды. Сондықтан олар таймерді қайта іске қосады. Құм сағатындағы құм аз қалды дейді. Олар дерлік жеңіске жетті. Оның досы оны әлі де көп талпыныс бар екеніне сендірді. Журнал жазбалары алдыңғы қонақтардың әрқайсында 13 рет болғанын көрсетеді. Макс қолынан басқаның бәрін көтере алады. Сондықтан ол қызды өлтіре алмайды. Оның басы жарылғанда көңілі қалған Кловер еденге құлап кетеді. Осы кезде бөлмеге кеңес ғарышкері Лев Андроповтың жүзі бар жанар жағармай бекетінің сатушысы Хил кіреді.
ештеңе жасамай күтумен өмір сүре алмайсыңдар дейді. Кловердің басы жарылып, шеңбер жабылады. Достар газеттерді оқып, олардың немен айналысып жатқанын түсіну үшін жертөлеге түседі. Кловер психотерапевт болып жұмыс істейтін доктор Хиллдің құжаттарын табады. Ол қалаға осы жерде қайғылы оқиға болған кезде келген екен. Шахтаның опырылуы бүкіл қаланы жер астына батып кетті. Сондықтан жертөлеге ұқсамайды. Бұл бірінші қабат. Оның кіреберіс есігінің артында жер асты өткелі бар. Макс доктор Хиллдің жазбалары бар бейне таспаны тауып алады. Ол адамдарды үнді аңызындағы мифтік, каннибалистік тіршілік иелері Виндигоға айналдыру үшін оларды экстремалды жағдайларға батырып, оларға эксперименттер жүргізеді. Трансформация үшін 3 түн жеткілікті. Бейне жазбаны көргеннен кейін радиоға доктор Хилл келеді. Шығудың бір жолы бар, солардың бірін құрбан ету дейді. Қаланың картасын тапқан достар дәрігердің қайда болуы мүмкін екенін түсінеді. Оны тарту үшін Кловер кездесуді ұсынады. Дәрігер жалғыз қалады деген шартпен келіседі. Кловер кетіп қалады. Қалғандары тағы да дауласа бастайды. Маймыл, олар шығу керек дейді. Ал басқалары алдымен мұны қалай жасау керектігін анықтағысы келеді. Нина мәселені түбегейлі шешіп, Хохолдың денесін пикспен тесіп алады. Олар бәрібір өледі. Неге кешіктіру керек? Ол онымен қалады. Макс пен Меган Кловердің артынан жүгіреді. Жолда олар жер астына батып кеткен қаланың іздерін көреді. Орманда оларға Виндиго шабуыл жасап, қашуға мәжбүр етеді. Сөйтіп Меган үйдің әйнек төбесіне шығады. Макс досын құтқаруға тырысады. Бірақ құбыжық пайда болған кезде ол қызды қараңғылыққа сүйреп, онымен бірге құлап кетеді. Макс сапарын жалғыз жалғастырады. Ол Кловердің тұзаққа түсіп қалғанын көреді. Бала Виндигоға айналған Мелони пайда болған кезде қақпанды алып тастауға тырысады. Ол әпкесін танымайды. Макс оның назарын аудару үшін басына қақпан салып Кловермен бірге қашып кетеді. Олар қорада тығылып жатыр. Кловер жігітпен таймерді қалпына келтіру үшін оны өлтіруді сұрайды. Ол ықылассыз шашының сынығымен қыздың тамағын кесіп алады. Содан кейін зақымдалған құбырдан күшті суды ішкеннен кейін Макс қақпаннан құтылған Мелонеге оны жарылмай тұрып жаяу жіберу үшін шығады. Ол оянғанда қыз маймылдың бояу мутацияға ұшырағанын біледі. Бірақ басқалары одан шындықты жасырады. Олар қонақ үйде 13 түн өткізгенімен олардың есінде 5 түннен аспайтыны белгілі болды. Қонақтар кітабының статистикасына қарағанда бұл соңғы әрекет. Тіпті сырттағы пейзаж өзгерді. Қала барған сайын қабірден шығып жатыр. Сондай-ақ Меганның жоғалып кеткені белгілі болды. Ол еш жерден табылмайды. Маймыл осы жердің бір бөлігіне бірінші болып бұрылды деп күдіктенеді. Олармен не болғанын еске түсіру үшін балалар Эббидің смартфонындағы жазбаларды қарайды. Олардың айтуынша, олар түрлі құбыжықтар қуған жұмбақ паразиттерден әртүрлі жолмен өлген, қарғысқа ұшыраған. Бір жазбада Меганның доктор Хиллдің артынан туннельге кіріп бара жатқаны көрсетілген. Зомбилер үйге жақындағанда Кловер туннель арқылы өтуді ұсынады. Ол арқылы олар Виндиголар тұратын қаланың жер асты қалдықтарына келеді. Бірінің аяғына балтамен шегелеп алған жастар қалғандары қуып жетпес бұрын үрейлене жүгіреді. Олар бұл қозғалысты жапқыштармен жауып үлгерді. Бірақ шыны төбеден қонған маньяк топты Кловер мен оның басқаларға бөледі. Оның достары өлтірушімен сөйлескен кезде қыз қозғалады. Бұрынғы ақыл ойының күштілігіне қарамастан маньяк бірнеше рет жіберіп алған соққылардан кейін құлап қалады. Үштік балғасын көтеріп, бас сүйегін жарып жібереді. Бейде ұшып кетіп, басын шығыңқы жер шоғырына соғып кете жаздады. Содан кейін оған мутацияға ұшыраған әпкесі шабуыл жасайды. Оның отбасылық сезімдері жоқ екенін, бірақ туыстарын тамақтандыруға қарсы емес екенін түсінген Кловер әпкесіне қолма-қол ақша лақтырады. Оны дәлдеседі. Ол Виндиголардың қалған бөлігінен дәліздерге тығылып, әр қарар жылжиды. Кловер қараусыз қалған клиникаға тап болады. Онда доктор Хиллдің адамгершілікке жаппайтын эксперименттерінің іздері бар. Ол Меганда әлі тірі, бірақ шынжырлы Виндикке қарама-қарсы креслоға байлаған табады.
Қабырғадағы түйреуішті жұлып алмас үшін Кловер досын құтқару үшін кілттерді іздеуге кетеді. Оның іздеуі оны доктор Хиллдің кеңесіне апарады. Онда бейне бақылау мониторлары мен үстелдің үстіндегі жеке файлдар. Соның ішінде түпнұсқа бейне ойындағы кейіпкерде бар. Келесі кезекте бір шыны кофемен дәрігердің өзі келеді. Ол оны бақылап тұрған айтады. Анасы қайтыс болғаннан кейін қызда депрессия пайда болды. Болып жатқанның бәрі оның психологиялық мәселелерінің көрінісі. Силентил отбасындағы әрбір пациент үшін ерекше. Дәрігер сөйлеп тұрғанда Кловер төбеден су тамшылап тұрған кружканы үнсіз жылжытады. Кофені жарылғыш сумен сұйылтып, ол шыныаяқты орнына қояды. Ашылдың ұстағанын байқамай, бір жұтым ішеді де 1 минуттан кейін құлап қалады. Кловер қанға толы топтамадан кілттер жинағын алып, Меганға оралады. Қыз соңғы сәтте досын шешіп, есіктен жүгіріп шығады. Олар құбыжықтардан баспалдақпен жоғары қарай қашады. Құм сағаты соңғы сәттерді санап жатқанда, қыздар жерден шығып, ластарды жарып өтеді. Молада шыққан зомби сияқты тіпті крест орнында. Вендиго оларды аяқтарынан ұстап алған кезде, достар сәл ертерек көтеріліп пайда болады. Олар оны соңғы әндер құлаған сәтте қолтық астынан тартып алады. Осыдан кейін аспанда таң атады. Жаңбырдың сиқырлы пердесі түсіп, еркіндікті білдіреді. Доктор Хиллдің өлімі ол үшін төлеген күн болды. Тағдырдың азғыруына жол бермеуді ұйғарған жастар көлікке мініп, қонақжай жерден алыстап кетеді. Дәрігердің кабинетінде мониторлар қарлы таудағы қонақ үйге ауысады. Онда көлік тоқтайды. Бастапқы ойынға осылай бас иіп, фильм аяқталады.